Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын жаркое тағамын жасайтын боламыз. Ең алдымен етімізді орташа көлемде турап аламыз. Менде көріп тұрғандарыңыздай барлығы туралған. Пиязымызды ортасынан бөліп тураймыз, сәбізімізді де дәл солай. Енді қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз қызған кезде етімізді шетінен осылайынан толық барлығын салып шығамыз. Одан кейін қатты отта қуыратын боламыз 5 минуттай. Барлық етімізді салып аламыз. Жақсылап бір араластырып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Пока біздің етіміз қуырылғанша картошкамызды дайындап аламыз. Картошкамызды бірінші турап алғандықтан үстіне дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және де чесногымызды ұсақтап турап араластырамыз. Сол кезде картошкамыздың өзіндік дәмі кіріп, тамағымызға өте дәмді болып шығады. Мен кішкене сәл аштылау болған қаладым, сол себепті қара бұрыш пен қызыл бұрышты көбірек салдым. Сіздер егер тағамның ашты болғанын қаламасаңыздар, азырақ салсаңыздар болады. Осылай араластырып қойып қоямыз. Оға дейін міне 5 минут өтті. Етіміз жақсылап өзінің сөлі бөлініп, жақсылап қуырылып жатыр. Сөлі тартылғаннан кейін пиязымыз бен сәбізімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Сәбізіміз бен пиязымыз толық қуырылып болғаннан кейін үстіне бір ас қасық томатымызды салатын боламыз. Томат пастасын. Жақсылап араластырып, жаңағы картошкамызды саламыз. Картопымызды 10 минутқа қуырып аламыз. Қатты отта 10 минут ұстап, одан кейін үстіне су құятын боламыз. Суық су құйыңыздар міндетті түрде. Ыстық су құйсаңыздар, еттеріңіз қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті салқын су құйыңыздар. Түрі әдемі болып шығады осылайынан. Суық суымызды картошкамыздың бетін жауып тұратындай, толық подливымыздың бетін жауып тұратындай мөлшерде су құямыз. Мінекей. Енді суымыз қайнағанша қатты отта қосып қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін оттың астын сәл басып 45 минутқа қоямыз. Содан кейін тағамымыз дайын болды. Мінекей. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.